бөлеме айтам ғой, мә үйден зерігіп кеттім деп, үйден зерігіп кеттім, телевизорда көргім келмейді деп айтайық. Қаз QQ деген бар, сол QQ-ға кіріп алсаң, адамдар отырады, сонымен сөйлесесің деп, қойшы деп мені интернет клубқа ертіп барып QQ ашып беріп, маған бүйтіп жазасың, бүйтіп сөйлесің. И кіммен сөйлесемін деп. Ой, менің класстастарым бар, 5 красавчик бар. Бесеуі де байдың ұлы, соны қосып берейін деп, кетші, онымен қалай сөйлесем деймін ғой. Сөйтіп ананы бүйтіп нетеді екенсің ғой, сосын ол подписаться дегеннен кейін ол да саған подписаться етеді сөйтіп. Маған өмірімде, бұл өмірде бірінші подкастқа сізге келіп отырсам, бұл өмірде бірінші бүйтіп видео звонокпен сөйлесу дегенде мен жігітіммен сөйлескем. Ол сразу подписаться етті, сразу звондады. Қызық екен өзі. Бірақ деген андай ғой, мен ол кезде уже Қазақстанға сіңісіп, шашым, киімдерім бәрі кішкене басқалай болды да, ол Қытайда корейский стиль нағыз қайнап бар ғой. Шаштарын бояу, тікірейтіп қою, сырға тағып алу, басқалай киіну деген сияқты. И мен жігітім шығады да, мен оны жігіт деп ойлаған жоқ, мен оны қыз екен деп қалдым. Беті әппақ.